Енді ары қарай басын, екі көзін және аузын тоқып үйренеміз. Басы осылай үш бұрышты болып тоқылады. Міне қараңыздар. Қараңыздар, енді мына жерде 24 петля қалды бізде мойнында. Енді осы мойынның екі шетінен добавка жасап отырып тоқимыз жоғарыға қарай. Мынау біздің маркерімізді алып тастаймыз. Тура осылай ортасын анықтап аламыз екі шетінен. Маркерімізді сол жерге қойып қоямыз. Осы жерден добавка жасаймыз. Міне осы екі жерден, сары жіп тұрған жерден добавка жасаймыз. Бір петляға 3 столбик тоқимыз. Міне қараңыздар, мына біздің добавка жасайтын жеріміз. Міне бір петляға қараңыздар. Бірінші столбик. Және сол петляға екінші столбикті тоқимыз. Және үшіншісін тоқимыз. Ары қарай ешқандай добавкасыз тоқып кетеміз айналдырып. Міне добавка жасайтын жерге келдік. Бір петляға 3 столбик тоқимыз. Бір, екі, үш. Мына маркерімізді алып, міне 3 столбик тоқыдық қой мына жерден, міне. Мына 3 столбиктің ортасындағы петляға қойып қоямыз. Қазір осы жерге келесі қатардан және добавка жасаймыз. Неке осылай. Мына жерде де солай. Ары қарай мына сары жіпке дейін айналдыра тоқимыз, ешқандай добавкасыз. Добавка жасайтын жерге келдік, сары жіпке. Және 3 столбик тоқимыз. Бір петляға 3 столбик. Бір, екі, үш. Мына маркерімізді алып, ортасындағы петляға осылай. Бірінші петля, екінші петля, үшінші петля осының ортасындағы петляға өткізіп қоямыз сары жібімізді осылай. Бұл біздің добавка жасайтын жеріміз.
міне добавка жасайтын жерімізге келдік. 3 столбик тоқимыз бір петляға. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик. Мына жіпті ортасына қоюды ұмытпаңыздар. Әр қатарда осылай ортасындағы петляға қойып отырасыздар. Не? Екінші столбик добавка жасаған столбиктің екінші столбигі міне осылай екінші петлясына қойып, осының үстінен добавка жасап тоқи бересіздер. Ары қарай не осылай болып шығады бізде. Ары қарай неше сантиметр тоқисыздар. Ары қарай 10 сантиметр тоқисыздар басы. Не басы осылай 10 сантиметр болу керек. 9. Не. Ары қарай тура осылай айналдырып, мына жеріне добавкасыз, мына сары жібіне келгенде 3 столбик добавка жасап, жоғарыға қарай 9-10 сантиметр тоқисыздар. Мен қыздар, мен 9 сантиметр тоқып болдым басын. Енді жібімізді қиямыз. Не осылай болып шығу керек, үшбұрышты болып. Ішін синтепонмен толтырып тігеміз. Осылай ішін жақсылап синтепонға толтырып аламыз. Мойнына жақсылап толтырамыз. Басы былай-былай түсіп кетпес үшін. Енді тігеміз. Міне осылай басы үшбұрышты болып шықты. Енді мына үлкен инемізді алып, ішіндегі синтепондарды былай бұрыштарына жылжытамыз. Үлкен инемізді көмегімен осылай. Синтепон осылай бір жерге жиналып қалса, осылай үлкен иненің көмегімен жылжытуға болады ішінен. Осылай хаги-вагимыз дайын. Енді екі көзін, аузын тоқимыз. Мен алдын ала бір көзін тоқып дайындап қойдым. Қазір екінші көзін тоқып көрсетемін сіздерге. Осылай ең алдымен сақина жасап аламыз. Міне кішкентай жібі астында тұру керек. Рабочий жібі осылай үстінде тұру керек кішкентай жіптің. Осылай мына жерден қатты ұстап тұрамыз. Екеуінің қосылған жерінен міне крючогымызды ортасына салып, сақинаның рабочий жіпті тартып шығарамыз. Осылай. 2 воздушный петля тоқимыз жоғарыға қарай. 1, 2. Енді осы сақинаны айналдырып 12 столбик с накидом тоқимыз. Не қараңыздар. Осылай рабочий жібімізді ілдіріп аламыз крючокқа. Ортасына салып, крючокта 3 жіп, 2 жіп, 1 жіп. Міне бірінші столбигіміз тоқылды. 1, екінші столбик, 3,
4 5 6 7 міне осылай ортасы қатты ашылып кетсе, мына кішкентай жіптен тартып осылай қысқартып қоямыз. 7 8 9 10 11 12. Енді міне бірінші столбигіміздің мына екінші петлясына осылай жібімізді осылай тоқып тартып шығарамыз. осылай міне екінші көзі дайын. Енді мына кішкентай жібімізді тартып ортасындағы осылай арасын кішкене ашық қылып қоямыз. Міне осылай. Бұл жерге қазір ақ фетрдан қиып саламыз. Осылай. Артық жібімізді қиып тастаймыз. Міне екі көзі дайын. Енді сыртына міне мына ақ көзін істейміз осылай фетрдан. Осылай фетрге мен осындай 100 теңгелік қолданамын. Осылай сызып аламыз алдымен. Осылай сызып алғаннан кейін қиямыз енді. Осылай болып шығу керек. Сыртындағысы жіңішке болу керек. Осындай қарасы сиятындай етіп қию керек. Енді мына ортасына осылай кішкентай домалақ қиып аламыз. Міне осындай болу керек. Екеге қазір осылай жабыстырамыз. Екінші көзінде тура солай қиямыз. Міне көзі дайын. Енді аузын тоқимыз. Қағаздан қиып дайындалған аузын солай фетрға сызып аламыз. Міне аузы дайын. Енді осы аузының ішіндегі қарасын тоқимыз. Ең алдымен 18 воздушный петля тоқимыз. Сақина ұстап аламыз. Міне кішкентай жібінен қатты тартып осылай
міне бір воздушный петля, 2 3 12 13 14 15 16 17 18. Міне воздушный петля 18 воздушный петля. Енді мына бірінші тұрғанға емес, екіншісіне тоқимыз. Столбик без накида. Екінші петлядан тоқимыз. Он жеті петля тоқимыз. Столбик без накида. Бір, екінші столбик. Үшінші столбик. Төртінші, 5 6 7 8 11 14 15 16 17. Енді осыны осылай теріс айналдырамыз. Міне бірінші петляға емес, екінші петляға тоқимыз. Міне бірінші столбигіміз. 2 3 5 6 11 12 13 14 16. Енді үшінші қатарда 15 столбик тоқимыз. Міне, және осылай теріс айналдырып, мінекей мына жерінен бастаймыз, екінші петлясынан. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Келесі төртінші қатарды және осылай теріс айналдырып 14 қатар тоқып шығамыз. Міне мына жерге дейін тоқимыз. Енді 13 столбик тоқимыз. 1 2 13. Осылай қатар аяқталғаннан кейін теріс айналдырып, екінші петлядан бастап тоқып отырамыз. Міне енді 12 петля тоқимыз. Мына бізде мінекей бірінші петля, мына бірінші петля, мына екінші петля. Көрініп тұр ма? Екінші петля. Осы жерден бастап тоқимыз. Бір, 5 6 12. Қатарымыз аяқталды. Енді 11 петля тоқимыз. Столбик 1, екінші столбик 3 4 5 6 11. Міне бізде осылай болып шығу керек. Қараңыздар, аузының іші. Енді жібімізді қияйық. 18 столбик тоқып, соңында 7 столбик қалу керек. Осылай тоқып шығыңыздар аузының ішін.
Енді тістерін тігеміз. Мына жерге үлкен көзі бар инемізге ақ жібімізді өткіземіз. Міне осылай жан-жағын тексеріп шығыңыздар. Осылай жерінделмей қалған жерлерін жақсылап жеріндеңіздер. Міне біздің хаги-вагимыз дайын. Қараңыздаршы, қандай әдемі және ерекше болып шықты. Сіздер де тоқып көріңіздер. Қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген ойыншықтардың мастер-классы шығады.